үнсіз бол. Немесе сіздің сөздеріңіз тыныштықтан құнды болсын. Өз өміріңізді басқалардың өмірімен салыстырмаңыз. Сіз олардың өмірінің қандай екенін білмейсіз. Егер сенде шынайы дос болмаса, өзіңмен дос бол. Стресс уақытша, бірақ сізге сабақ. Сіз өмір бойы осыдан сабақ ала аласыз. Мұқият үйренген даналық ешқашан ұмытылған болмайды. Ақша өмірде бәрі емес. Бірақ бұл көптеген мәселелерді шешуге көмектеседі. Шындық сияқты қатенің де сүйетіндері бар. Сізге шынымен қажет нәрседен ешқашан бас тартпаңыз. Қателіктеріңізді жасыруға тырыспаңыз, тезірек. Қателеріңізді түзетіңіз. Ешқашан ештеңені жеке қабылдамаңыз. Басқалардың айтқаны мен істегеніне кешірімділік пен түсіністік танытыңыз. Бірақ ақымақ болмаңыз. Құмарлықтарына батқан адам еркін бола алмайды. Кішкентай нәрселерге риза болыңыз. Ішкі тыныштықты табу үшін өміріңізде қолыңыздан келгеннің бәрін жасаңыз. Көпшілік ерлер мен әйелдер туылуы немесе табиғаты бойынша байлыққа қол жеткізуге мүмкіндігі жоқ. Бірақ әркімнің біліммен ілгерілеуге мүмкіндігі бар. Сәтсіздіктің жүрегіңізге енуіне жол бермеңіз. Өзіңді құрметтеудің ең жақсы жолы өзіңізді тәртіпке келтіру. Ақымақ сөзінен танылады, ал данышпан үнсіздікпен. Жақсы болудың ең жылдам жолы өзіңізді ең жақсы адамдармен қоршаңыз. Ашу ақымақтықтан басталады және тәубемен аяқталады. Барлық жақсылықтар қайтып келеді және көбейеді. Ең жақсы нәрсені жасағаныңыз үшін өзіңізді кінәлі сезінбеңіз. Бақытты қума. Ол әрқашан сенің ішінде. Сіздің ең терең және ең қараңғы сәтіңіз сізбен болған ең жақсы нәрсе болуы мүмкін. Ең ескі, ең қысқа сөздер. Иә және жоқ. Қызғаныш уақытты босқа өткізу. Сізде қажет нәрсенің бәрі бар. Өтінемін. Ашуланғанда біз екеуінен де аулақ болуымыз керек. Сөйлеу және әрекет. Өмір әділ емес. Бірақ бәрібір жақсы, тәуекел жасауға батылы жетпеген адам өмірде ештеңеге қол жеткізе алмайды. Мағынасыз сөздерден гөрі үнсіздік жақсы. Біз шынайы өмірде емес, қиялда көбірек зардап шегеміз. Олар сен туралы не ойласа да, әділ деп ойлайтын нәрсені жасаңыз. Достарыңызға ешқашан жоспарларыңыз туралы айтпаңыз. Достар бақытты өмір жолында саяхатауды жалғастыру үшін бір-біріне көмектесу керек. Түсіндірместен жоқ деп айтуды үйреніңіз. Адамдарға бәрін айтуды доғар. Көбісіне бәрібір. Ал кейбіреулер сіздің сәтсіздікке ұшырағаныңызды жасырын түрде қалайды. Мейірімді бол. Бірақ адамдардың сізді пайдалануына жол бермеңіз. Өмір уақытпен емес, ақшамен оңайырақ болады. Егер адам басқаларға қарағанда көбірек білсе, ол жалғыз қалады. Өсектен аулақ болыңыз, бұл у. Жұмысбасты адамға бос адамдар сирек келеді. Уақыт әрқашан сіздің шын мәнінде не айтқыңыз келетінін көрсетеді. Өзіңді салыстыруға болатын жалғыз адам. Бұл өткендегі сенсің. Достық қашықтықты сақтау өнері. Ал махаббат жақындық өнері. Бақыт бала кездегі арманның есейген кезде орындалғаны. Ақымақтықтың алғашқы белгісі. Бұл ұяттың болмауы. Адамдардың көпшілігі еркіндікті қаламайды, өйткені еркіндік жауапкершілікпен бірге келеді. Және адамдардың көпшілігі жауапкершіліктен қорқады. Ешбір адам құпияны сақтай алмайды. Егер оның ерні үнсіз болса да, саусақ ұшы сөйлейді. Егер сіз депрессияда болсаңыз, онда сіз өткенде өмір сүресіз. Басқалардың не ойлайтыны саған маңызды болса, онда сен әрқашан олардың тұтқыны боласың. Тек үш нәрсені үйрену керек. Қарапайымдылық, шыдамдылық, жанашырлық. Бұл үшеуі сенің ең үлкен қазынаң. Өз ойларыңызға мұқият болыңыз. Олар әрекеттің бастамасы болып табылады. Сіз әрқашан сізді ренжіткен адамнан оларды кешіру арқылы жоғары көтеріле аласыз.
Шындық әрқашан әдемі бола бермейді. Әдемі сөздер шындық емес. Өмір сүру уақыты жаратылған нәрсе. Уақытым жоқ деу, мен қаламаймын деп айтумен бірдей. Егер сіз алаңдасаңыз, онда сіз болашақта өмір сүресіз, тыныш болсаңыз. Қазіргі уақытта өмір сүресіз. Өзіне риза болған адам бай. Көп сөйлейтін адам жиі сәтсіздікке ұшырайды.